Бәріңе сәлем, сендермен бірге мен Май Миллер. Бүгін бізде сұраққа жауап. Сұрақ құрап, жауап. Кеттік, go. Мұртымды жоқ қыл. Мұртымды қыратын біреуді алып берейін ба дейді, симплекс. Керек емес, мұртым құртады. Иә достар, мен айта кетейін. Мен бір рет келген сұрақтарға екі рет жауап бермедім. Себебі бұл жерде сұрақ көп. Бәріне бір-бірден жауап бере алмаймын. Уақыт көп уақыт, сондықтан кеттік. Бірінші сұрақ Тимкадан. Майк саған теңес құрмет айтып еді ғой, аса сенге видео түсір деп неге түсірмедің дейді. Мен достар серьезно айтайын, қазір қолымда бірінші қиын болып жатыр, қысып жатыр мектепте. Біресе мен талап үлгерім нормально, енді қатты емес, бірақ та кәдімгі беспен жыртып тұрған жоқпын. Сондықтан ойындарға көп жоқпын, кешке арада бір келемін, жазылып тұрған ойындарда несің ойынды. Содан видео түсіре қоямын. Келесі сұрақ Әлішер Серікбаевтан. Әйелің бар ма? Иә, бар. 2 балам, әйелім, немере, шөбшек. Келесі сұрақ Амангүл Ажарбаевадан. Кітабис қашан түсіресің? Түсіресің деп тұр көшім. Кітабисті мен жақында күн сайын шығарылатын, кітабист қолым бос кезінде әбден түсіріп алатын, монтаждап салу керек. Келесі сұрақ Тони қызы Best Gamer'дан. Одан 3 сұрақ келіпті. Бірінші сұрақ қай қалада болып көрдің дейді. Мен айтайын, қай қалада болып көргенді өзен қалай деп есептеледі. Өзенде болып көрдім. Сосын Астана, Атырау, Ұлы 3 қалада болып көрдім. Келесі сұрақ Хилдан. Шынатың кім? Шынатым Дәулет. Келесі сұрақ Майын қызыдан Супер Драгон Кейсі. Мұрнының астын көрсетші, мұрт өсіп келе жатыр. Бұл мұрт емес. Бұл подбородок дейді, подбородок. Келесі сұрақ Magic Dragon 2-ден. Magic Dragon 2, біреудің атын ұрлап шаңылып жүрген. Өтініш Мафия 2 түсірші. Өтінішін қабылдайды. Мафия 2 түсірген келіп отырмын кішіменде. Бірақ бар ғой, қалай айтсам болады. Бір өткен ойынды қайтадан өте беру деп алғым. Бірақ мен Мафия 3-ге точно түсіремін достар. Шымен дейтім. Келесі сұрақ АМК-дан. АМК. 2 сұрақ келіпті. Бірінші сұрақ футбол қарайсың ба? Анда-санда как сен бүйтіп базасың ғой телевизиядан. Сол кезде болып жатады, сондай кезде қарап болған. Кейбір кезде дұрыс ойын кететін болса қараймын. Барса, Реал, Атлетико, Мадрид, ПСЖ, сондай жақсы ойындар болып жатса қараймын. Екінші сұрақ қай командаға жанкүйерсің? Сендерге қызық кетчесін ол команда. ПСЖ енді қазір жыртып атқан жоқ. Сонда да бірақ өзіме ұнайтын команда сол. Келесі сұрақ Супер екен ғой. Бірінші сұраға Кітабис неге түсірмей кеттік? Тек бір сұрақ қойды, өзі Кітабис неге түсірмей кеттік? Бауырым сен шәтелеспе, мен Кітабис күн сайын түсіріп жүрмін. Келесі сұрақ Бэтбой ха-ха-ха-ха-дан. Go, бірге ойнайық. Опа не? Привет. Ал хабарласып көріңдер. Раста ойнайық. Достар, сын айта кетейін, растан біз бірге ойнасақ болады бәріміз. Қызық қой, бір үй салып бәріміз, үй
Келесі сұрақ Кезетстан. Дәулет не ғой, GTA 5 онлайнға көбірек видео түсірші дейді. Окей. Қазірдің өзінде мен каналымда GTA 5-тен летсплей шықты. Летсплей дегенде қалай онлайннан. Келесі сұрақ Бота Бақыттың. Қай видеоблогерлерді көресің? Мәкес, Арман, Артешова, сосын тағыдай керектен. Қазақтарды көремін көбінесе ғой. Ал көбінесе қазақтарды көремін. Келесі сұрақ Ақбота Бақытта. Келесі сұрақ Хилдан қайдадан Қазақстанның қандай жерінде тұрасың? Қанды, Маңғыстау облысы. Құрық селосында тұрамын. Келесі сұрақ Маңғыстау облысында тұрамын. Мағжанның білет жүрсіңдер. Келесі сұрақ Майнкізі супер драйвен кезеттен музыканы жіберші. Қай музыка? Келесі сұрақ Зубар Казыдан бір качка бересің бе? Сабақ қалай болды? Мен качокпын ұста. Сабақ қалай дейді? Сабақ норма. Келесі сұрақ Геймер Казыдан камераңа аузыр түсірші. Достар, мен айтайын, мен баяғыдан сержген ол камера емес, iPhone 6. Мен iPhone 6-ны жазда алған болдым, жаздың соңғы жақта сентябрьде алған. Сентябрьде алған екен, сентябрьде алып. Сол iPhone арқасында осындай сапалы видео шығады деп. Келесі сұрақ Әлшер Серікбаевтан. Сервер қашан майннан креатив бересің бе дейді. Сервер ашсаң деп тұрмын, бірақ қателескен достар. Ашсаң бересің бе дейді, енді ол жағын көреміз ол. Келесі сұрақ Android KZ Game'нан. Сұрақ біріншісі ащы сусын ішіп көрмей, мысалы арақ дегендей жоқ, ондайға мүлдем жақындамаймын. Екінші калашты шашып құрастырып білесің бе? Калаш шашып құрастырып білемін. Ешіне сен енді 10-шы классқа барғанда алғашқы әскери дайындық болады. Қалай болса шашасыңыз. Келесі сұрақ калаш неше секундта шашып құрастырдың? Мен шашып құрастырдым демейін, шашып құрастырамын. Екеуін уақытқа істеп көрмеппін, бірақ бір 21-30-ға жетпес деп болу керек. Себебі мен шашқанда 14-15 секундта шашқанмын. Жинау қиын ба елі? Нормально. Конкурстағы боламын дейді. Конкурс енді достар, енді білесіздер, бас жағында 100 подписчик, 200 подписчик, 300 подписчик конкурстар солай бас жағында көп болады. Инделеп 1000-ға жеттік достар. 1000-нан кейін 1800 немесе 2000, сондайда нормальный конкурстар болады. Білесіздер, менде көп конкурс болмаса да, бірақ бір істегенде сапалысын істеймін. Келесі сұрақ Байсейт қуаныштан. Майнкрафт выживание түсірші. Достар, Майнкрафтқа серьезно айтқанда көбінің желаниесі ашып кеткен шығар. Серьезно, Майнкрафтқа көбінің желаниесі ашып кеткен шығар деп ойлаймын. Көп летсплейлер Майнкрафттан шығып қоятыр. Келесі сұрақ Мако Ерсейітұлы. Неге GTA 5-ке мод жасамайсың, неге жасап білмейсің бе? Мен мод жақсы жасаймын, бір сөз айтқанда жасай аламын, қолымнан келеді. Бірақ та мен GTA 5-ін бүлдіргім келіп тұрған. GTA 5 ертең ойнап, летсплейлер түсірейін, онлайн түсірейін. Ақыр соңында мод саламын. Себебі мод салғаннан кейін обязательно GTA 5-ің бұзылады сен. Обязательно бұзылады деп. Келесі сұрақ Алинұр 155 классиктан. Менің сұрағым, мен семен ойнасам бола ма? Пожалуйста. Әрине. Ойнасаң ойнайық. Тек Майнкрафт демеңдер. CS 1.6 демеңдер сосын. Мен CS ойнайым. Келесі сұрақ Мәди Сәрсенбайдан. Бір әйел алдың ба? Жоқ. Екінші өзіңе скриншот жасашы. Сөйлесін айтайын жасағым келмейді. Үшінші құттай кезінде фотоларын көрсетші. Әрине, ол болады. Компьютерімде жоқ. Кішкене ертең уақытымен көрсетейін. Қазір мен компьютерімде Ақтаудағы үйде себебі барлық заттарым. 4-ті нешедесің? 16-дамын. Орта
ортама қарап айтқан бөлім 16 бес видеоны неше жасына дейін түсіресің дейді. Как түсіруге болады, түсіреді. Бес GTA 5-ті қайдан алдым? GTA 5-ті мен сатып алдым. Келесі сұрақ, геймер кейсаттан. Компьютер игровой ма? Қызың бар ма? Иә, компьютер игровой. У меня тёлка нет. Қызым жоқ. Келесі сұрақ, майн бар ма? Хамачимен қалай ойнайды? Хамачимен кезінде біз Майнкрафт ойнадық. Басқа ойындар ойнамаған сияқтымын. Хамачимен көп қолдамаймын шынында. Келесі сұрақ, Айдос Нұрсұлтановтан салам. Қалайсың? Нормально? Өзің қалайсың? Қай қаладан боласың? Мен Ақтау, Сенчі, звание қандай CS:GO-дан 2 звезда, 2 жұлдыз. Twitch-та стрим бола ма? Жоқ, мен Twitch-та емес. Мен жақында YouTube-та ойластыржым. Осы айдың басында стрим болып болады YouTube-та. Компьютер туралы айтшы. Компьютер туралы, өз компьютерім туралы айтатын болсам, мен компьютерім Intel Core i5, видеокартасы GTX 650, нормально, GTA 5-ті. Нормально өтереді. Сендер қазақ видеоларды білесің бе? Я білемін. Келесі сұрақ, Серік Алмасовтан футбол қарайсың ба? Қандай команда жақсысың? Командаға жақсың. FIFA 15, 16 футбол дисплей түсіретін ой бар ма дейді. Достар, мен шынымен де деймін, FIFA-ны жаным жағады. FIFA, NBA, баскетбол, түгел ойындарға жаным жағады. Сондықтан мен оларға білесіздер, түсірдім кезінде баскетбол. FIFA-ны да түсірдім, бірақ салуға қорқамын. Себебі мен каналыма сондай ойындар шықса қарамайтын сияқтадым. Егер де түсір десеңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Футбол қараймын, әрине айттым, манағыдай PSG командасына жақпын. Сендердің тілдерің бойынша геймер, келесі сұрақ, геймер БК кейзатта бірнешедесің? 16. Екі қызың кім? Аты өкінішке орай қызым жоқ. Өкінішке орай емес, қуанам. Жаңа бесті мен өсіп, сондықтан қазір ұбыдыға дайындалатын әзір керек емес. 3 майына неге түсірмейсің? LPL 10-ға дейді. Майнкрафт айттым ғой, жолықтық, бәріміз ойындар, басқа ойындар шығып жатыр, достар. Достар, мен бүгін бәріне жауап бере алмайтын көремін, себебі уақыт совсем аз менде. Сондықтан ішінен көзім жұмып тұрып теріп алып жауап беремін. Тым ренжі жоқ шығар көреймін, тағы да жауапқа түсіремін. Келесі сұрақ, Әлішер Серікбаевтан қашан шығады жауап дейді, шықты жауап. Келесі сұрақ, Кенлоға Безруковадан қаяқта тұрасың? Ақтау. Микро қандай? Микрофон нормально, тап-таза микрофон. Келесі сұрақ, компьютерің қандай? Компьютерім айтып кеттім, бөлмеге обзор жоқ, болмайды. Келесі сұрақ, Дезиден кейін қандай ойындарға обзор жасайсың? Біле жүрек дейді. Кейін мен айтайын, GTA 6-ға обзор жасаймын, Battlefield 5-ге жасаймын, шынында Mafia 3-ге жасаймын. Тағы қандай ойындар бар? Иә, болашақта шығатын барлық ойын жасаймын. Келесі сұрақ, Superplex'тен алда қандай жоспарларың бар? Ең сүйікті ойындар. Алда сол Дакур Play дейтін, Дакур Кейзат дейтін, Дакур дейтін видеоблогқа арналған канал бар, соны сояқтан видеоблог түсіріп, мен мысалға ертең шетелге шығуым да мүмкін. Сол кездерде видеоблог түсіріп, жақсы видеолар, сіздерге сапалы видеолар ұсынамын. Ең сүйікті ойындарың, ең сүйікті ойыным GTA 5, Hitman түгел сериясы ең сүйікті ойындарым. Жатады бірінші орынға. Hitman, иә. Келесі сұрақ, Зевс KZ-тан любой сұраққа жауап беремін дедің ғой, ал мына сұрақтарға жауап беремін. Бірінші, құс жоғарыда кернеулі тоқтың басында, құс жоғары кернеулі тоқтың басында тұрғанда неге топқа тартылмайды? Құстар. Білмеймін, олардың аяғында бірдеме бар. Аяғы жансыз олардың. Келесі сұрақ, Қазақстанда ең бірінші мұнай шыққан жер. Сол маған да алдында осы ұбыттан келіп, бұл жерге мен Атырау деп бас жердім. Себебі, Атырауда шығатын білемін. Сол жерде білемін, себебі ең алғашқы жер сол жер деп ойлап бардым, сол жерде бас жердім. Келесі сұрақ, Майн Дзюмнан. Тобон қазақ летсплейшіктерін сенің ойыңша. Мен жағында маламаймын ешкімді. Майн, өзіңе білетін шығарсың. Келесі сұрақ, Зубар KZ-тан 3 қызың бар ма дейді. Қызым жоқ, қазір ұбыты.
келесі сұрақ: Бек Бейсембаев не болып? Брат, Атырауда тұрасың, жасың нешеде, қызың бар ма, қызың қандай болсын, ұятсыз ба или тәрбие көрген қыз ба, GTA 5-қа Жигули түсірші, не болып, брат? Мен Атырауда тұрмаймын, просто сол жерде туылған адаммын. Жасым менің 16-да, қызым жоқ, қызым қандай болсын, ұятсыз ба әлде тәрбие көрген ба? Сен қалай ойлайсың? ХД базар жоқ қой, душу GTA 5-қа Жигули түсірші, GTA 5-ке айтып отырмын. Вот сосын келесі сұрақ, дұрыс сұрақ. Саламат Айтжановтан: Майк Миллер, сенің Адайстан деген серверіңе не болды? Сосын менің каналыма жазылшы. Мен Адайстан деген сервердің картинаны айтып қой. Мен бір айға аштым, тексеріп көрейін деп. Бәрі нормал болды, бірақ мен енді оған салған ақшамен тапқан пайдам вообще екеуі вообще келген жоқ. Мен берген ақшамнан, алған ақшамнан гөрі берген ақшам совсем көп кетті. Сондықтан мен ол сервер әзірге жабық. Алдағы уақытта қайта ашам. Келесі сұрақ Батыржан Саметовтан: Рональдо vs Месси, кім жеңеді? Менен сұрамайсыңдар. Хе-хе, сенде мұрт бар ғой дейді. Тони KZ Best Gamer. Уже жоқ. Келесі сұрақ Майк Сантостан: Салам, Миллер. Тамаша видео түсіресің, рахмет. Әсіресе таңғы онлайн түсірген тамаша. Ал енді сұрақ: компьютердегі барлық ойындарды айтып берші. Шынымды айтайын, компьютерде барлық ойындарға айтсам, all view қосына, all view көп совсем. Мен Steam'е дружба лақтырып қарасаңдар да болады. Steam менің Майк Миллер, сосын баскетболисте сурет тұрады. Сосын жүрген кезде мен сенің досыңмын немесе подписчигіңмін деп жүріңдер, әйтпесе мен кейбіреулер енді білесіздер взломать етіп жатыр, сондықтан взломать еткізбеймін. Уже 3-4 рет взломать етті. Сондықтан сөйтіп жазып маған келдіңдер. Әйтсе орыстар қабылдамаймын. Келесі сұрақ Азат Олжабайдан: неге видеоны анда-санда түсіріп жатырсың? Уақыты болмай жатыр достым. Сонда да бір аптаның ішінде көп видео түсіріп жатырмын. Соған қанағаттанайық. Келесі сұрақ Мержан Жиенбаевтан: GTA 5-ті қандай Windows'қа барады? GTA 5 4 гигабайт, OZU 4, минималка дейтін OZU 4, GTX 500-лер, 550-лер, 650-лер, нормально. Сосын 4 гигабайт, 64 разрядный болу керек, 64 битный болу керек компьютер. Қандай? Келесі сұрақ Майнмастерден: қандай оқудасың, ең жақсы көретін ойыны? Қызың бар ма? Мен қазір мектептемін, 11-ші класс. Ең жақсы көретін ойыным ол GTA и Hitman. Қызың бар ма? Қызым жоқ. Келесі сұрақ Супергейм Азадан: бір сұрақ, блогер болғым келе ма? Я, болғым келеді емес, қазір мен блогермін деп есептеймін өзімді. Екінші блогерлердің кімдерді білесің? Көп олар. Мәкес, Аман, тағы да басқа, себебі екеуі қазақша түсіреді, сондықтан екеуіне көп қараймын. 3 балалық шағында 3-4 сурет болса көрейік. Достар, айта кетейік, мен қазір үйімде, компьютерімде балалық шағымда суреттер жоқ. Қазір мен басқа жердемін. Ақтауға барсам, сол жақтан алып келемін. Келесі сұрақ компың неше ядерный или неше бит? Мен компьютерім OZU 8, GTX 650, 64 битный. Төртінші сұрақ компың неше? Бесінші сұрақ ойындардан андроидпен түсіргім келе ма? Андроидпен мен көп соткіден ойнай алмаймын, шыны керек. Келесі айтқаны рахмет, жауабыңа табай миллиарды аман бол. Келесі сұрақ қазір аяқта шатасып отырмын. Келесі сұрақ Арай Сабыржаннан: бірінші сұрақ оның Мәкеске боқтап көрдің бе? Бізде Мәкес екеуміз былай өмірде де доспыз, былай таныстық, көп болды танысқанымызға да. Мәкеске боқтап көрдің бе?
чуть-чуть олдамаған болтай не болған болтай себебі соревновательный ойнаған кезде обязательно аузыңа бірдеме шығады. Енді ондай қатты емес та атау анаға жетіп дегендей ондай болмайды бізде. Екі алдағы уақытта қандай видео болады. Алдағы видео уақытта блог болады және де летсплей болады. Менің бірақ блог каналымда көр. Я достар, міне осылай осы видеоны аяқтаймыз. Мен сіздердің сұрақтарыңызға енді толық жауап бермесем де жартылай жауап берген болатынмын. Кейбіреулеріне жауап бермей кеттім, кешірерсіздер. Келесіде оның да жауаптар шығады. Сондықтан келесі видеоны күтейік. Сау болыңыздар. Сіздермен бірге болған мен Майк Миллер.